түсіндік. Бірақ мына өнім Қытайдың өзінде сондай сұранысқа ие өнім. Қытайдың өзінде. Қытайдың бізде де сондай денсаулық өте төмен, халықтың денсаулық сапасы өте төмен. Айттым жаңа, осы соңғы 70 жылдардан бері бізде химикаттарды қолданып кеттік қой, көп қолданып кеттік. Сондықтан мына шөп дәрілер негізі басылып қалды, шөп дәрілерін көп ешкім қолданбайтын болды. Бірақ қазір қайтадан жарыққа шығып жатыр. Бұда енді қазір біздің енді созылмалы аурулар өте көп, жүрек қан тамырлары өте көп, қан қысымынан әуен бақи дәрі ішіп жатырмыз, қан диабет жазылмай жатыр деген сияқты. Жай бір кішігірім мысалы енді қол аяғым сүйіп қалған жағдай, соның бәрін шешімдей алмаймыз. Жай нәрсенің өзінің химикаттарында да шешімдей алмаймыз. Енді ұйқысыздық деген сияқты көп енді қазіргі мына қоғамның мына қысымы да оңай емес. Сондықтан ауру өте көп бізде. Сондықтан бізде мына өнімдерді Қытайдың өзінде керемет сұранысқа ие. Қазір біздің 2022 3-ші айда осы маркетинг құрылды. Содан бастап 3 жыл болды ғой қазір. 3 жылдың өзінде тек Қытайдың еліндегі товар оборотымен біз халықарада 61-ші орында тұрмыз. Халықарадағы мысалы халықаралық сетевой компаниялардың қатарында. EMV дейсіздер ма? EMV, Марике, Фебрлик деген сияқты. Сосын Орфи дейміз, көп қой әлемдік компаниялар. Осы компаниялардың қатарында біз 61-ші орында тұрмыз. Енді ол компаниялар жаңа өмір сүргелі тарихы ұзақ, 67 жыл болды, ер айтқан 30 жыл болды. Олар тіпті әзірге дейін әлемді жаулап болды былайша айтқанда. Бар мемлекетте бар олардың өнімдері. Бар мемлекетте сатылып жатыр, тұтынылып жатыр. Соның өзінде біз тек қана бір Қытайдың товар оборотының 3 жылдың өзінде біз 61-ші орынға шықтық. Не үшін? Бұл Қытайда да сұраныс өте жоғары. Өйткені Қытайда да жаңағыдай денсаулық мәселесін оңай шешімдеп беріп жатыр. Сұраныс күшті. Мен нәтиже көремін ба? Мен айтамын. Бізде мына компания сондай күшті қуатты мығым компания, бірақ осы уақытқа дейін ешқандай бір жұлдызға, ешқандай бір әнші, күйші, мақтадың танымал адамдарға жарнама бергізген жоқ. Тек сарафанный радио дейсіздер ғой. Мен өнімін көремін, мен отбасыммен тұтынамын. Одан сіз көршіміз тұтынады, оның ағай туысын тұтынады, әпекем тұтынады деген сияқты. Осымен жарып жатыр Қытайдың өзінде де. Өйткені денсаулық барадың байға да, қанға да, қараға да бәріне денсаулық қажет. Мысалы біздің мына өнімді осы жолы біздің қазір мына Қазақстанға заңды болып келіп жатыр ғой. Осымен қатар Өзбекстанға да заңды болып тіркеліп жатыр. Неге? Өзбекстанның облыстық әкімі Қытайға барған, енді бұл Қытайда жалғасқан ғой. Сондықтан бір енді өзінде жайсыздықтар айтқан болу керек, осыны бір кісі таныстырған бұны. Осы ас-тазалық ішкен екен, өзіндегі жайсыздықтардың бәрі бұрыннан қаншама долларын көрініп жүр, дәрісін ішіп жатыр, бірақ та жақсармаған жағдай осыдан бір аптада жаңағы результат көрген. Одан кейін ол әкесін алып берген Өзбекстанда. Әкесінің бірінің әкесі де сондай жақсы результат көрген екен. Сонымен компанияға барып отырып, осы компанияны тауып отырып, осы договорға отырып, осыны мен халқыма кіргізейін деп әкеліп отыр. Сондықтан неге Қазақстан мен Өзбекстан екеуі бірдей. Қазақстанмен кіргізіп отырсам, Өзбекстанға әкім мен жекелей өзім компанияны құрып әкеліп отырған жоқпын бұны. Біздің групп қой, 28 жыл болған групп, компанияның филиалы келіп отыр. Біздің компанияның басты мақсаты, жаңа айттым, әлемге шығару бұл өнімді. Әлемдік бүкіл дүниежүзіндегі адамдарға көмектесу осы денсаулық күтімдеу жағынан. Сондықтан әлемнен жаңағы филиалын ашу ғой. Енді ол жеке менің атым емес бұл компания. Одан жеке адамның атында ешкім әкеле алмайды. Компанияның филиалы ретінде өздері адам бөліп өзінің компанияны жақтан құрып жатыр бөлінше. Енді бұйырса осы Қазақстан арқылы мінекей Азия, Европа бірақ өтпекші былай айтқанда. Енді мына жерде өнім сөйлейді. Сондықтан да біздің әзіргі жұмысымыз енді жаңа қыздар айтады, өте керемет, жеңіл. Өйткені өнім сіздің алдыңызға түсіп алады ғой. Бір адам тұтына ма, ары қарай өзі айтып береді, қалай жүгірткенін ұқпай қаласыз. Енді бұл өнімдер қалай көмектеседі? Енді біріншіден жаңа заңдық жағын айта кетейін. Енді бізде мына жаңа халықараға шығу үшін де ол жай адам шығара алмайды. Мен өзім марка құсымен халықараға шығара алмаймын. Мысалы сіз бір компанияңызды халықараға танытамайтын шығарсыз. Бірақ бұл компания осы халықараға шығуға даяр документі, жаңа сертификаты бар, толық дәрілердің сату куәліктері болсын, халықаралық аттаулы куәлігі болсын, сетевейлік жаңағы құқығы болсын, сату құқығы болсын, барлығы бар. Сол сетевей компаниясының жаңағы халықаралық шығаратын осы маркетинг жаңағы куәлігін алу үшін мемлекетке 80 миллион юань, яғни сіздердің 6 миллиард теңгелеріңізбен мемлекет тапсырып отыр. Сол арқылы жаңағы куәлікті алып отыр. Бірақ ол тек қана мен ақша тапсырсам ғана, компания ақша тапсырса ғана ол куәлікті беріп қоймайды. Бірінші мемлекет неге мән береді? Өнімнің сапасына мән береді. Сол үшін өнімнің сапасына кепілдік ету үшін барлық шикізат өзінен болу керек. Сондықтан біздің компаниямызда барлық шикізат өзінен. Еліміздегі әр қалаларда, мысалы, өндіретін шикізат, шөп дәрі өндіретін қолайлы, климаты қолайлы қалаларда, жалпы айтқанда 1000 гектар жерден астам жерде өндіріс шикізат өндіретін егістігіміз бар, егісті жер. Сосын кейін 90-ға жуық зерттеу мамандарымыз бар халықаралық деңгейде. Бүкіл завод өзімізден, елімізде де бар, шетелде де бар өндіріс заводымыз. Қай жерде шикізат күшті, сол жерден өндіріс заводын құрасады. Кореяда не үшін құрып отыр? Кореядан да шикізат алып отырмыз.
жаңағы Словакиядан да, Индонезиядан да, яғни өйткені қай жерде шикізат мықты шикізат бар, адам ағзасына пайдалы, сол жерден өндіріс құрып отыр. Сондықтан жаңағыдай екі шартты орындағанда бар, бізге жаңағы халықараға өтетін квотаны беріп отыр. Енді сондықтан да бұл заңды. Әзір енді сондықтан да біз мінекей 2025-тегі жалпы дүниежүзілік жаңағы сітуей саласындағы санақтың ішінде біз 61-ші орынға шығып отырмыз. Әйтпесе ол тіркелмесе ондай санақ қайда бізге? Енді оны біз жолдамадық қой. Енді көрсетуге болады, сіз 61-ші орынға шыққан сол жаңағы квоталарымыз бәрін көрсетуге болады. Енді бұда өнімдер қандай өнімдер дегенде бізде жалпы өнімдердің бір қасиеті бар. Іштен ішетін өнім болсын, тыстан түтінетін өнім болсын. Барлығы клетканың қартаюының алдын алатын. Яғни қартаю процесін баяулататын өнім. Іштен ішетін өнім болса да. Одан кейін жалпы бір қасиеті негізі азықтық, одан кейін өнімділігі жаңағыдай тез нәтиже береді. Сондықтан бұл өнімдерде жаңағы айтады, химикат дәрілердің тездігі бар дейді. Азықтықтың қауіпсіздігі бар дейді. Одан шөптердің емдік қасиеті бар, емдік ролы бар дейді. Осы үш қасиетке тез, химикат дәрілердің тез бастықанда. Енді бұлар қалай көмектеседі? Мысалы, бізде мына жаңағы көз өнім дейміз, мына азырақ. Қайта кетмейсіз, жаңағыдай кісілер көз өнімді айтайын. Енді мынау бізде енді 5 бағытта, қазір 6 бағыт болды, мына біздің майымыз шығып жатыр. Қазір 19 түрлі өнім бар бізде. 19 түрлі өнім, 20 түрлі өнім болды енді, жаңадан бір майымыз шығып жатыр. Ол 20 түрлі өнім негізі 5 бағытта теріні 5 бағытта жұмыс етеді. Бірінші беттердің қартаюының алдын алатын өнімдер, бет спрей дейміз, жаңағы кремдер бар, бұның набордары бар. Одан кейін ішкі ағзаға арналған өнім бар. Ішкі ағзаны тазалайтын, ішкі ағзаны жасартатын өнімдеріміз бар. Сосын мына жаңағы дене бітімімізді оңшайтын осы өнім. Сосын кейін жаңағы арнаулы миға дейміз, буынға дейміз, жілік май тоқтайтын деген сияқты ашқазанға сондай өнімдеріміз бар. Одан кейін көз өніміміз бар. Көзге арналған, нервке арналған, көздегі әртүрлі мәселелер. Тек көзге десек бұның көлемін кішірейтсеміз, негізі нерв туралы жұмыс жасайды, нервке. Нервке біздің өкілдері нерв тамырлар, дейсіз ғой, нерв клеткалары, клеткаларына қарсы жұмыс жасайды. Одан кейін жасырын амал күтім дейтін өнімдеріміз бар. Ер әйел жасырын амал күтім дейтін. Одан кейін енді бір керемет майымыз шықты. Керемет майымыз енді кеше ғана 2 күн қалған базарға салынып жатыр. Бұйырса ол енді 1-2 аптадан кейін ол нақтылы жаңағы салынады. Әзір енді системаға шықты. Ол өнімнің қасиеті, ол май. Май, сіз сыртынан қай жеріңіз ауырса сол жерге жағасыз. Иығыңыз ауыра ма, иыққа жағасыз, жаңағы тізеңіз ауыра ма, тізеге жағасыз, беліңіз ауыра ма, беліңізге жағасыз. Соған жағу арқылы дереу ары қарай сүйекке де өтеді. Сүйектер суыққа дейін шығарылады. Ол затты жаңағы бұлшық етіміз болсын, бұлшық ет зақымдалу болсын, сіңір зақымдалу болсын, сүйек зақымдалу болсын, сүйектің жаңағы суық болсын, соның бәріне көмектесетін керемет бір минут ішінде, 60 секунд ішінде нәтиже берілетін, әсерін берілетін керемет бір майымыз шығып жатыр. Енді мына көз өнім қалай көмектеседі? Мына көз өнім бізде бұның да жаңағы рецепті өте тарих ұзақ, қаншама ғасыр бойы дәлелденген рецепт. Бұл даужау деген рецепт деген. Даужау бізде шөптер деп жатырмыз ғой. Шөптердің шығу тегі даужау. Даужау дегеніміз өте құпия рецепт былай айтқанда, өте жіңішкелікпен жаңағы рецепт былай айтқанда. Мысалы оны мысалы жаңағыдай шөптерін қай уақытта теру керек, мысалы қай маусымда теру керек, оны қандай сумен қайнату керек, мысалы жаңбыр су ма, теңіздің суы ма, бұлақтың суы ма деген сияқты, соның бәрі рецептке қарайды. Оны қанша 40 күн кептіру керек па, 30 күн кептіру, қандай температурада кептіру керек деген сияқты, қандай температурада қайнату керек деген сияқты сондай рецепттер өте жіңішкелікпен. Енді осыдан біздің даужау деген неден, немістіктен барып біздің шөптер шығып отыр. Енді оны даужау деген бұрынғы неше ғасырдан керемет бұл енді. Сол кезде мысалы енді үйретеді ғой осыны шәкірттеріне. Үйреткен кезде бір бала жақсы оқиды, бір бала нашар оқиды, соны бір кейбіреуін қалдырып тастайды. Сөйтіп біздің әзірге оңай шөптер шыққан, шөптердің рецептері шыққан. Сондықтан бұның рецебі өте керемет. Бұның рецебі 56-шы ұрпақ бізге әкеліп отыр. Осындай құпия рецепттер бізге патенттелмеген, патенттелмеген. Не үшін? Патенттелу үшін оны рецепттерін мемлекетке тапсырады. Ол рецебі не қылады, жария болады. Ал енді 56-шы ұрпақ деген бізде рецепті бұрын естісін шығарсыздар киноларда. Қызға бермейді, ұлға береді. Ұл арқылы, ұлғаған, ұлдан ұлға тарайды. Сол үшін соның 56-шы ұрпақ арқылы бізге келіп отыр. Яғни 5-6 ғасыр бойы дәлелденген рецепт. Енді осы рецептке, осы заманғы жаңа технология бірлесіп, бұның бірлігін өте кішкентай, өте кішкене молекуланың бірлігін өте кішкене бірлікке айналдыру арқылы біз көздің ішіне тамызбай-ақ тек терінің сыртынан жағу арқылы ғана тез тәсір ете алады. Мысалы өздеріңіз кеше істеп көрдіңіздер, аспарадегіңіздерге істеп берейік, істеп беріңіздерге. Тез нәтижесін әсерін сезінесіз. Жаққан заман секундтар қалмай сізге әсер ете алады. Енді бұл бізде мына біздің көздің қарашығында да нерв тамыр, қан тамыр жоқ. Маңайында ұсақ нерв тамырлар бар. Және нерв тамыр көп қой. Енді медиктерде мысалы батыс медицинасында нервті көп түсіне бермейміз, нервке жұмыс жасай алмайды өкілдеріміз.
өкілдер қан тамырға жұмыс жасайды. Иә, тек қан тамырға. Сосын нерв тамырға енді мына бізде құрғақ ине жақсы көмектеседі. Құрғақ ине деп соған көшіп кеттік қой негізі. Ой, нерв құрғақ ине күшті екен дейміз. Негізі жаңағы батысша емшілігінде жаңағы өкіл дәріміз, өкіл қойған өкіліміз дәріміз сол нервке бара алмағандықтан, нервке жұмыс жасай алмағандықтан біз жаңағы құрғақ инені күшті деп ойлаймыз. Құрғақ ине күшті, күшті, өйткені ол дереу ұяшық арқылы, жаңағы канал арқылы нервті тіркендіретін ролы ғана бар. Ол қуаттандырмайды нерв клеткасын, қоректендіре алмайды. Тек нервті тіркендіру үшін ол сізге керемет әсер етеді. Ал енді мынау болса сол құрғақ иненің бара алмайтын жері. Сосын жаңағы мына ішінде қоректік бар ғой, нерв клеткасын қоректендіреді, қуаттандырады, жаңағыдай жаншылық баға мысалы кейбірісінде жаншылық клеткаларда жаңағы нервтер сол жаңағы әлсіреген клеткаларда қуаттандырып қоректендіріп, одан кейін мына нерв тамырлардағы тосуларда тромбдар ашылады. Сондықтан мына біздің көзге жаққан кезде кейбірістерден дереу бұлшық шығады, құм сияқты нәрселер шығады. Дереу кейбір көзі ауыратын кісілерде, анықтарда сөйтті ғой кісілерде. Одан кейін дереу кейбірістердің көзі жасақ қызады, кейбірістердің басқа да әсері қылады. Дереу сифон жаққанда өз әсерін сезіне аласыздар. Енді бұны көзге қандай нәрсеге дегенде сол очки тағатын кісілер мысалы алыс жақынды көре алмайтын, одан кейін нұр шашыраған мысалы, одан кейін көз қырғайтын, көзі ашитын, көзден жас ағатын, мындай жарыққа қарай алмайтын, қарға қарай алмайтын кісілер бар. Одан кейін көзінің алдында массаж жүрген сияқты бар. Сондай кісілердің барлығын контракты дейміз, көз қысымы ауыр мысалы, көз қысымы жоғары болады ғой, қан қысымы, көз давлениесі деп жатыр, соған да пайдасы бар. Енді біз көздегі мәселені тек қана көзге ғана сүйеніп қалсақ тағы болмайды. Көздегі мәселе біздің бауырмен де қатысы бар. Сондықтан ішкі жақтан бауырды ішкі ағзамен де қатысы бар, Сондықтан кейбір кісілердің тіпті мынаны істетпей ақ, ішкі ағзаны ішкен кезде ғана, ішкі ағзаны тазалаған кезде ғана, тазалағанның өзінде ғана мына көз көріп кеткен кісілер бар. Көз қуаты жақсарған кісілер бар. Сондықтан мынау енді көзге жағатын нәрсеміз қорықпай басқа жерге жағуға болады ғой. Көз деген өте нәзік жер. Сондықтан біздің құлағымызға да жағылады, гарбаритқа да жақсы. Анта бір кісі айтып жатыр, гарбаритқа жағып мұрнынан құрт түсті дейді. Гаймарит жақын тілімен айта алмай жатырмын. Сосын тамаққа да мысалы қалқанша емес қабылдаған кісілер осымен сақайтып алған кісілер қалқанша емес қабылдап. Сосын тұмауға, жөтелге, иығыңыз ауырса иығыңызға. Мен өзім шешемнің да жақсы. Шешемнің белін ауыртады, ауыр жұмыс көтеріп. Сол кезде осыны жақтым. Ол енді 10-15 күн жазылмай жүрді, отырса алла деп қозғалса ауырып деген сияқты. Мен жазылып кетеді деп ойлағанбыз, сосын артынан жазылмаған енді оқыс ойлайды. Мені больницаға апарыңдар, доғдырға апарыңдар, мен жатуым керек. Сосын мына тұрғаннан ұқпайды, мына бетке жағып, тек қана көзге жағады деп ойлап жүр ғой. Мына бар ма десем бар дейді, онда мынаны жағып берейін деп жағып бердім. Мына беліне бүйтіп жағып, сосын мен салфетка орап қойдым. Салфетка дейсіздер ме? Салафан. Иә, салафан орап қойдым. Сосын мен кетіп қалдым, екінші күні, үшінші күні немерелерін жаққызып алыпты, үшінші күні дым тұрып кетті. Қайтадан доғдырға барамын деген нәрсе айтып кеттім. Сондықтан қай жерінде сөйтіп жағуға болады. Айтып отырмын, жаңағы құрғақ инені білесіздер ғой, қай жерге де соның ролынан артық рол көшіріп. Сондықтан бұл ұялмай таныстырып мен жаңағы құлаққа да жақсы, құлағы жең деген кісілер құлаққа нервке суық деген жағдайда, бет аузы қисайған жағдайда, одан кейін мына көз қылиланған жағдайға ерекше жақсы. Көз қылиған. Одан нервтен ғой, одан кейін медицина тек операция алып, жағын тартып, жағын босатып деген сияқты. Ол енді уақытша. Ал мына нервті қуаттандырып, қоректендіріп, жақсы нәтиже береді. Қылида 15 күнде кеткен университеттер бар, 15 күнде қылида кеткен кісілер бар. Балаларға да болады. 2 жастан жоғарыға істете беруге болады. Одан кейін мына да керемет жүріп жатқан өнім. Мысалы әзір сіздерге шашып берейік. Бұда дереу результат көріледі. Мінекей осы екеуінен ақ сіздер жаңағы осы айтып жатқан жаңағы осы результаттың бәрін ақ келіп көздеріңізге жетуге болады. Мысалы мынау беттерге. Енді бет майды бәр адам істетеміз ғой, онсыз да. Ал енді мынау енді кім сұлулық жасырмайды, бәр адам сүйіп қолданатын өнім. Бұл енді бетке шашқан кезде негізгі құрам пептид. Біздің әдеттегі май, 5 атат май бар ғой. Су жағамыз, туник жағамыз, тағы бір май жағамыз, 5 қабат жағамыз ғой. Соның ролын атқарады. Тек мына судың өзі ғана. Сондықтан бұны ер әйел бірге тұтынуға өте қолайлы. Ерлер де жақсы тұтынады. Өйткені ерлер майды жаға алмайды ғой, қайта баттастырып. Тек мынаны жақсы сөйтіп қолданады. Бұның енді негізінен пептид бұның құрамы. 4-5 түрлі пептид бар, ішінде активті жоғары пептидтер де бар. Бұл біздің бетімізге шашқан заман, менің бетімізде бет май болсын жумасақ та, бұл шаша беруге болады. Өйткені бірлігі өте кішкене, беттің ар жағында 5 қабат тері, соның 5 қабаттың ар жағында негізгі қабатқа толық сіңіреді. Біздің беттің қартаюы негізгі қабаттан бастап қартаяды, осы жердегі клеткадан бастап қартаяды. Жай бет майларымыздың ролы оған жетпеуі мүмкін. Мынау пептид болғандықтан ары қарай тереңнен сіңіп, бетті тереңнен бастап жаңағы аш клеткаларды қуаттандырып, пептид тоқтап, коллаген тоқтап, бетті сразу көтереді. 10 минуттың ішінде сізге 3 рет шашып берсек, екі жақ бетіңізде өзгерісті өзіңіз байқай аласыз.
оны біз артық айтудың қажеті жоқ, өнім өзі сөйлейді. Сосын кейін мына бетіңіз нұрланып тұрады, бетіңіз жарқырап жаңағы нұр теуіп тұрады, ол пептидтің қасиеті. Бір майласып тұрған емес, жаңағы нұрланып жарқырап тұрады. Ол пептидтің енді нағыз пептид болғандықтан сондай сізді нұрландырылады бетіңіз, жаңағы нұр теуіп тұрады. Бұдан проларды тазалайсыз, проларды нақ тазалайды. Мен өзім бұрын сенбейтінмін про тазалайтынын. Мен енді бұрында менде болған да қап-қара бұрын болған. Сосын мен соған арнаулы бет майлар істеттім, арнаулы осыны кетіретін іздеп тұрып жақтым, бірде ешқандай нәтиже көрген жоқпын. Сондықтан бұл проны кетіреді дегенде мен айтқым келмейтін. Өйткені бар адам бәрі косметикті айта береді ғой, мына енді өйтпейтін шығар, оған енді қиын ғой деп ойлайтынмын да. Бірақ артынан кейін бұны өзім істете келе бетімдегі сол пролардың жаңағы кішірейгенін көрдім, өзі байқадым. Бұрын бүйтіп тұрып қысатын деген жерлерді. Аузына артық. Иә, ауызға да шашуға болады, залалсыз, сосын сол мынау нағыз жаңағы беттегі мына проларды тазартатынын білдім. Беттегі мына проларды тазартып бетті нәзік майда етіп. Бұның ұсақ ағашындарға пайдасы бар бұның. Үзбей шашатын болса, күн нұрынан қорғайды. Одан кейін мына телефон нұрынан қорғайды. Телефон нұры да бізді қатты зияндайды. Баламызға айтамыз, телефон көрме көзің зияндайды деп. Біз өзіміз таң атқаннан кейін шыққанша көреміз. Бірақ бұл біздің терімізді де зияндап жатыр, көзімізді де зияндап жатыр. Сондықтан бұл мына күннің мына телефонның көк нұрынан қорғайды. Аузына не үшін сіз? Аузына. Енді залалсыз. Зиян жоқ. Иә, зиянсыз. Химикат емес емейді. Мен көп сөйлеп тамағым ауырып қалған жағдайда, аузым ойылып қалған жағдайда аузыма шашуға болады. Мысалы біз енді күйік болған жағдайда мына коллаген пептид қой. Бірдеңе қолымыз шашып кетеді ғой, ыстық нәрсе. Сосын шашып қойыңыз, күйікке де пайдасы бар. Тез қалыпқа келеді. SPF дейді ғой, сол сияқты қолдануға бола ма? SPF емес. Mesela бұның өтімі өте тез, өте керемет. Мынаның қайталай SPF дейді. Спирт емес, SPF дейді. Күнге қарсы болады, одан тез қалыпқа келтіреді. Күйге күнге тез қалыпқа келтіреді, тез оңшайды. Енді арнаулы бізде ол өнімде бар, арнаулы 50 деген сол жоқ бұның ішінде да? Мынада енді аздап бар, бірақ бізде арнаулы сол өнімде бар, 50-ден жоғары. 36 сағат келген бетті қорғап тұратын өнім бар бізде, арнаулы. Ол да күшті, набордардың ішінде бар. Одан кейін мынаның мінекей тек осының сұранысының өзі 97%. 97% қайдан сұранысқа. Тиді ғой. Өйткені бұны бәр адам сүйіп қолданады. Мына істеткен адам екінші басқа өнімге бармайды. Одан кейін бізде мінекей мына өнімдер. Мына өнімдер бізде ағза тазалау өнімдер. Здесь находится. Енді мына өнімдерді түсіндіре кетейін, мына өнімдер тіпті керемет. Қазіргі адамдарға өте қажетті өнім, мысалы, мейлі бай бол, кедей бол, қара бол, иә. Сосын кейін, мысалы, мейлі сізде ауру болсын, болмасын бұны түсінуіміз керек. Өйткені бұл нағыз ағзаны қартайтатын өнімдер. Ағзаны жасататын өнімдер, ағзаны қартаюдың алдын алатын өнімдер. Иә. Бұл өнімдер қалай көмектеседі бізге? Мынау бізде мысалы, бұл енді набор, иә? Набор осыны бірге тұтынған жағдайда тіпті керемет. Бұл енді бірге тұтынған жағдайда біздің бір апта тұтынамыз. Bir аптада біздің енді 60-70% жаңағы денеміздегі әртүрлі ақаудардан айығуымызға болады. Иә. Енді мынау ішінде мынау өнім болса, бұның ролі не дегенде бұл зат алмасу жақсартады. Зат алмасуды жақсартып, жаңа айттым, қазір үлкен мәселе зат алмасу. Зат алмасу жақсартады, ішек қызметін жақсартады, ашқазан көкбауырдың қызметін жақсартады. Көкбауырды білесіздер ғой? Біліп отырсыздар деп? Ашқазан мен көкбауыр бірге жүреді. Талақ. Соның қызметін жақсартады. Бүкіл клеткадағы бүкіл ағзадағы суықты шығарады. Мысалы біздің көкбауырымызда су артып кетсе, тойынып кетеміз. Мысалы көп еркектер мысалы көп пиваны көп ішеді, суық нәрсе көп ішеді, құрсақ шығып кетеді ғой. Неге мына көкбауыр суық нәрсе ішкеннен кейін ол суықтың бәрін қайда көкбауыр жинап жатыр біздің жаңағы талақ жинап жатыр. Әдетте мысалы суық нәрсе ішеміз, дәрет сындырған кезде жылы болып шығады. Суық қайда кетті? Мына ішіміз жинап қалды, ағзамыз клеткамыз. Сонда мінекей мына суық күшейсе көкбауырда толып кетеді. Одан кейін мына тілді өңімізді қаптап кетеді. Өңіміз аппақ тіліміз, біз жуамыз кетпейді. Ол мына көкбауырдан мәселе. Тілге тістіңіз түсіп қалады. Тістіңіз түсіп қалады тілге. Соның бәрі көкбауырдың мәселесі. Енді көкбауыр бізде әлсіз болған жағдайда, онда біз тамақ қорыта алмаймыз. Әлсіз не шекілі жұқпайды адамға. Мысалы, ара адамдар болады, қатақыл тамақ ішеді, бір қарны қайта ашып тұрады. Ол да көкбауыр әлсіз, ішек қызмет дұрыс емес. Енді сол мынау соның бәрін жақсартады. Және бүкіл ағзаны, бүкіл бауырымыз болсын, бүйрегіміз болсын, жаңағы басқа ағзамыз болсын, клетке болсын, ашқазан болсын, содағы сыз суықтарды айдайды, дымқылдықтарды айдайды, бүкіл сәт токсиндерді айдайды, бүкіл клеткадағы. Сол дымқылдық деген қалай түсінуге болады? Дымқылдық дегеніміз суықтық. Мысалы, бізден айтайын, мысалы, қыстың күні,
қыстың күні бір жері мына жер құрғақ болып тұр, топырақ шығып тұр. Ол жерде мұз қатпайды ғой, иә, қатпай ештеңе болмайды. Шаң шығып тұра береді. Ал мына жерде біраз су тұр, иә, су дымқыл тұр. Көз бұзып қатқан. Не үшін? Біздегі денемізде дымқылдық болған кезде біз денемізде су күшейген кезде бірде-бір терезе ашылса сол жерге барады ғой. Ой, аяғым маңырап кетті дейміз. Иығым маңырап кетті дейміз. Сол жерде су күшті. Сол жерде. Жаңағы жерде мұз қатқан сияқты суықта мұз қатқан. Ал енді суық бар жерде бізде жаңағы тосылу күшті болады. Суық 90 түрлі аурудың емі. Суық бар жерде тосылу күшті. Өйткені суық бар жерде қан, мысалы қыстың күні жаңағы судың өзі ақпайды. Мұз болып қатып қалады ғой. Ал жаздың күні күн мажарап, жылыған күні мұзымыз еріп, мындай ағады. Аға бастайды, жәндіктер тіріле бастайды. Дәл сол сияқты нәрсе. Біз бітей суыққа тиген кезде, мысалы тоңып суығымыз күшті болса, жаңағы қанымыз қойыласа бастайды, ол жерде жаңағы одан тосылу бола бастайды. Ол тосылу болған ол жерде жаңағы тромбылар болады ғой. Одан кейін жаңағы кеста болады, өспе болады, сол барлық кестаның бәрі суықтан. Негізі әзір өспе жаңағы кеста дейміз ғой. Негізі жылумен емдеуді жолға қойып жатыр. Жылу арқылы, жылу өткізу арқылы, яғни суықты шығару арқылы. Бірақ біздің батысша емшілігінде жаңағы дәрі күнде суық шығарамыз. Ешқашан жел қыз ауруларды, суықты, дымқылдықты денемізден ағзамыздан шығара алмаймыз. Сондықтан бізде одан жаңа аурудың түпкі себептері шықпай жатыр. Кейбір аурулар суықтан болады ғой. Бірақ біз уақытша ауруымызды басамыз жаңағы химикат дәрілермен. Бірақ та түбегейлі суық шықпағанда сіздің аурумыз қайталай береді. Ал мынау болса бүкіл клеткадағы шлак токсиндерді шығарады, суықтарды шығарады. Енді кейбір кісілердің бетте гормондық бет болады, иә? Гормондық мысалы гормондық бет май жаққанда беті біткен нәрсе жақса аллергия беріп беті бөртіп кететін кісілер болады ғой. Яғни соны менде бір лечник қызым бар. Сол беті сондай гормондық бет. Ешқандай мындай май нәрсе жаға алмайды. Мынаның өзін жаға алмайды. Тек арнаулы айтып су сияқты бітекке жағады, арнаулы жасады. Сол бізде мынаны бір апта тұтынды. Бір аптада 3 жыл 4 жыл бойы емдеп келе алмаған бетінде гормондық жазылды, түбегейлі сақтайды. Сонда көрдіңіз ба? Ана сыртынан жағып жүрді дәрілер, сыртынан қанша ақша қаржылады. Бірақ іштен тазаланбаған. Іштен клетка тазаланбаған. Клеткадағы жаңағы гормондар шықпаған мысалы. Ал мына ішкен кезде қайтты мінекей, мына бір апта ішті, жаңағы клеткадағы гормон қосылыстар табиғи шықты. Сонымен ана түбегейлі оңшалынды. Хорошо помогает. Енді мынау сондай клеткадағы шылаулар мысалы пырқылдық суықтар шығаратын керемет зат. Шөп. Бұл мынау Мяузу деген ұлт бар біздің. Мяузу деген ұлттың неше мың жылдан бері келе жатқан жаңағы рецептіне келген. Мяузуның рецептіне. Он қалай ішеді ана ыстық? Таблетка. Екі сағаттан іше береміз. Ал енді мына өнім болса бізде не май тартатын өнім, ішкі ағзадағы майды. Ішкі ағзаның майы артып кетіпті дегенде үлкен аурудың түпкі себебі. Бізде май артып кетсе бауыр майласу болады, ақырдан бауыр қатайы болады, бауыр жак болады деген сияқты. Мысалы қан майласу дейміз, ақырдан қан майласу арта берсе жаңағы созылмалы ауру содан келіп шығады, қан тосылу болады, қан қысым болады деген сияқты. Мына сол ішкі ағзадағы майды оңай ыдырап береді, залалсыз. Сосын кейін бұны жаңағы не? О, как это называется? Очищение, как детокс идет. Как очистка детокс. Сосын кейін бар ғой, не? Мынау одан кейін бұны біз залалсыз болғанда біз өмір бақи іше беруге болады. Ешқандай химикат жоқ. Анау май ыдырататын өнімдер болады, арықтату мақсатында ішетін. Оларда аулезитат, зорушианган жөн деген химиялық қоспалар бар деймін. Қытайша аталып жатыр, химиялық нәрселерді. Оны біз іше алмаймыз. Мысалы мен өзім арықтату мақсатында ол өнімдерді іше алмаймын. Өйткені ода жаңағы химикат болғандықтан ол ешқандай ауру емдемейді, көбінше қайта зиян. Ал мынау болса ешқандай зиян жоқ, азықтықтан алынған. Енді еліміз бойынша бірден-бір жаңағы еш химикатсыз жаңағы май ыдырататын өнім. Енді бұл жаңағы күнделікті қалай ішеміз бұны? Мысалы енді күнделікті біздің негізі ағзаның бауырдың бір күндік май ыдырату жаңағы мөлшері 25 грамм ғана майды жаңағы оңшылап реттей алады. 25 грамм ғана май. Сондықтан біздің бір күндегі май мөлшеріміз 25 граммнан аспау керек. Яғни қасықпен өлшесек 2,5 ғана қасық май. Бір күнде соншалық ғана май тұтынуымыз керек. Бірақ біз артық тұтынып аламыз да ауруды өзіміз аузынан табамыз. Ал мынау болса және майлы тамақ жейміз ғой, ет жейміз, май жейміз, майлы тамақ жейміз. Сол кезде осыдан 2 тал жеп қоятын болсақ, сол майдың 90%, жаңағы бір табақ майдың, 3% майдың 90% тосқалады. 90% тосқалады, тәртесінде унитазның бетін қорғасыз, ағзаға жібермейді. Неге бауырдың, жаңағы ішкі ағзаның қызметін жеңілдетіп отыр ғой, жаңағы май артып кетудің алдын алып отыр. Одан кейін бұл тағы да қант құрамын тосады. Жаңағы ұн тамақ, құрыш тамақтардың артық болса, артық жесе ол тағы да қант құрамын тосады. 40% қант құрамын тосады. Және ашқазанға да пайдасы бар. Ашқазанның қышылатымыз, өтінің қышылатымыз. Сахарный диабет, что ли? Сахар оған да пайдасы бар. Сосын кейін бұл да ішек қызметін жақсартады.
енді бұның өнімінде мысалы егер сізде бұл өнім болса қолдарыңызда бір тамақ біреуге айту үшін енді сенбейді ғой. Бұнда сіз жаңағы столда отырған бірге тамақтанған кісілерге екі беріп қоя беріңіз. Таңертесін өз қабырғасыз. Таңертесін өз ванитаның жаңағы бүгінгі жеген тамақтың майын көрдік унитазда. Сондықтан бұдақ керемет өз сөйлейтін бұдақ. Кішкене боламын. Мысалы мен бауырымда май басқан. Маған солай беріп отыр да. Иә, онда сіз дұрыс, онда сіз бар ғой ағза тазаламыз. Сіздің енді сізге жаңағы анализіңіз бар ғой. Онда тіпті жақсы. Сіз мынадан бір апта мынасын ішіңіз, бір апта наборды ішіңіз. Сосын кейін қайтадан барып анализға түсіңіз. Бізде мен бір Шымкентте бір досым бар, сабақтасым, врач, жүрек емдейтін врач. Сол өзі ішкен нәтижесін көрді, одан кейін бір науқас қаридарына осыны берді. Ол бауырдан ауыр зақым алған деген. Тез осыны асығып тұрып алды. Сосын кейін қайсы күні хабарластым, қандай болды деп 2 апта өтіп кетті ғой. Ой, жақсы болды, керемет болды, кешегі анализді тапсырды деді, 2-3 күн болды одан бері. Анализді тапсырды деді, шеш дейді. Бауыр сарғайған, бауыр қатайған, сол сияқты бәрі ұқсайды. Әмбе алкоголь ұқсайды ол кісі. Бауырдан ауыр зақым алып жатыр, дереу мынаны ішпесе болмайды деді. Сосын сол нәтижесін көрді бір аптаның өзінде. Бір аптада сіз сосын ішсеңіз болды. Одан көп бізде нәтиже. Қызылордадан звондап осында қатыш деп жіберіп отыр маған. Қызылорда арқылы келіп отыр мен Жанар деген. Онда тілегіңіз бар екен. Бұдан қоспай ішсеңіз болды. Осыдан набор алсаңыз болды. Енді бізге көрдіңіз бе? Енді мына өнім бізге қан тазалап береді. Қандағы ұйықты тромбоны ыдыратады. Қандағы тромбоны ашу ролы кәдімгі 47 есесін. Сүйек өкілдің 19 есесін дейді. Сондықтан біз неге стент қойған адамдарда ішуге болады. Бізде кәдімгі химикат дәрілерді ішеміз ғой. Химикат дәрілерді жаңағы қан басыма химикат дәрілерді ішеміз. Ол енді қан тамырындағы тромбоны ашпайды. Сондықтан біз қан қысымын даже өмір бақи ішеміз. Ақырында тромбоны ыдырататын ролы жоқ болғандықтан біз ақырында 80-90% қан тамырда тромболар көбейіп жатыр ғой. 90%-дан асқан кезде қайтеді? Жаңағы стент қояды. Ең толық ең шешімі сол стент қояды. Ал бірінші стент қойса, екінші стент қояды. Одан үшінші, төртінші, бесіншіден кейін ары қарай қош айта беріңіз. Кейбір екі стенттен кейін өмірге қош айтып кетеді. Ал мынау болса стент қойған адамға да екінші, үшінші стент қоймауға болады. Сондықтан бұл енді жүрек пен қан тамыр ауруларын құтқарушы жұлдыз деп алсақ, ондай адам жетеді. Мысалы өзімізде алдын алуға болады. Өйткені бұл ішкен сайын пайдалы, кері әсері жоқ. Бұның негізгі құрамы бұршақ, Жапонияның жаңағы шоқ тамақ орнына ішетін бұршақ. Жаңағы бөрінің несі, жүгерінің сақал деген сияқты. Сондықтан бұл өте залалсыз. Ішкен сайын жаңағы біздің қанымыз тазалап беріп отырады. Одан кейін қан тамырда тромбоны ашып отырады. Одан кейін тағы да қан тамырдың қызметін жақсартады. Қан тамырдың біз химикат дәрілерді көп тұтынғаннан кейін қан тамырдың серпімділігі жойылады бізде. Ақырын жаңағы қан тромбо ашылмай ақырын жаңағы көбейе береді. Одан кейін кешке химикат дәрілер қан қысымға ішетін, өмір бақи ішетін. Ол тек қан тамырды созып тұрады. Күніне созып тұрады. Ол 8 сағатқа сізді келіп тұрады қан тамырыңызды. Енді ішпей қалсаңыз қайдан жыртылып қалады. Одан сол үшін сіз күніне ішуіңіз керек қан қысымын дәрісін. Өмір бақи үзбей ішуіңіз керек. Сол үшін сіз өмір бақи ішіп келе жатқанда қан тамыры жұқарып, бір күн шар сияқты жұқарады ғой енді. Бір күн тарс етіп жарылады, бір күн салданады. Мысалы мида қан тамыры тосылса байлығыңызды алады. Жүректе қан тамыры тосылса жаныңызды алады дейді. Әзірге мысалы көп кісілер миданың тосылып жаңағыдай ауырып қалған келе жатыр ғой семьясына. Енді жастар ұйықтап жатыр, өзім аурумын деп ойламайды жастар. Ұйықтап жатып кетіп қалыпты, отырып кетіп қалыпты деп. Ол неге? Сол жаңағы әзір ритм жақсы емес, қалай мақал нәрсе жейміз деген сияқты қан қойылысы жаңағы жүректен кетіп жатыр бәрі. Үстінде кетіп қалып жатыр. Жасырын жүрек таппайды, әмет ол бір күнде пайда болған жоқ ғой. Сондықтан бұны жастар да іше беру керек. Әзір бізде жүрек мен қан тамыр аурулары негізі содан өлім мөлшері біздің Қытай елінде 80% ұстайды. Ал жастардың 26% ұстайды. Бұрын тек үлкен кісілерден ғана көретінбіз андай қан басынан, қан қысымы болыпты, қан қысымы жүректен кетіп қалыпты деген нәрсені. Әзір жастардың өзінен көретінбіз. Жастардың өзі салдан қалған кісілер өте көп бізде. Салдан жастардың өзі әке-шешесі бағып отырған адамдар бар. Сондықтан бұл жастарда ішу керек. Мен өзім балама да беріп отырмын. Балама да. Бұл деймін жаңағы сіз келгенде отыр ғой, мен соған да жақсымын. Соған да, мінекей біріншісіз. Енді мына үшеуін қараңыз, мына үшеуін бізге бүкіл ағзамыздағы жаңа айттым, бұл аурулардың себептерін жойып жатыр, тазартып жатыр ағзамызды, клетканы тазартып жатыр, аурудың себептерін жойып жатыр. Мына мінекей жаңа ішкі ағзаның майының артып кетуінен қаншама ауру келіп шығады. Дымқылдықтың артуынан жаңа қаншама неше жүз түрі 90% аурулар келіп шығады. 90 түрі дейміз, 90% ауру дымқылдықтан, суықтықтан келіп шығады. 90% ауру деген өздері қаншама түрлі аурудың себебі келіп жатыр. Сосын кейін мынау мінекей қан тазалайды. Қан тазалайды, қандағы тромболарды ашады мінекей. Жаңағы
қаншама жылғы мыншама тарихы ұзақ шығыс медицина, батыс медицинасы емдей алмаған, шешімдей алмаған мәселені шешімдеп береді. Сонда бұл халықаралық сұранысқа ие. Бұдан Парижде халықаралық денсаулық сақтау ұйымы жағынан талай конференция өткен, осыған сұраныс болды. Бұл халықараға таныту мақсатында үлкен жұмыстар жасап жатыр. Енді әлемге керек бұл өлім. Енді мысалы бізде қараңыз, бізде енді жай әдетте бады болса жаңағы іше береміз тазарту жоқ қой. Егер біздің қан тамырымыз тосылуды ашпай, жаңағы денеміздегі аурудың себептерін шоқсызды ашпай, біз не ішсек те қаншама қымбат жаңағы қоректі өнім ішсек те ол зая, 60% зая кетеді. Өйткені біздің әрбір клеткаға баратын жаңағы қан арқылы барады, әрбір клеткаға баратын қоректі қан арқылы барады. Ол үшін қан немен жүреді? Қан тамырымен жүреді. Ал енді қан тамыры тосылып болса қан жүре ма? Жүрмейді. Ал қан жүрмесе қоректі бара ма ол жерге? Бармайды. Сол үшін біз қан тамырларын тосылудан ашпай, біз не ішсек те зая. Мысалы бізде жүрек клапаны тосылып қалыпты деп жатады, әлсіз деп жатады, сол қақпай жатыр деп жатады. Ол жерге сол жерде тосылу болды, ұсақ қан тамырлары тосылу болды, ол жерге қоректік бар ма, ол әлсірейді. Сізге бір күн тамақ бермей болса әлсіреп қалатын шығар, сол сияқты нәрсе. Ми солу дейді, ми құрғау дейді. Одан соң ми қан тамырларына ұсақ қан тамырларда тосылу болды. Сосын ол жерге қан бармайды, қан бармаған жаңағы мысалы гүлге су құймасаңыз, талға су құймасаңыз, талға су құймасаңыз құрақпады ғой, дәл сол сияқты нәрсе. Бүкіл қан тамырымыз айтамыз ғой, жер шарын 2 рет айдап шығу алған, ұсақ қан тамырлар бәрін жасаған кезде. Бізде жаңағы стенд қойып жатады. Ұзаса бір 4-5 стенд қоясыз. Бүкіл сонда жаңағы 2,5 метр, жер шарын 2,5 метр айналатын, 2,5 есе айналатын қан тамырыңыз қанша стенд қойып үлгересіз? Оған да апармайды ол, 5 стенд деген жоқ қой. Ал мынау болса, сол бүкіл қан тамырымыз, ұсақ қан тамырымыздың бәрі ұйықта ыдырап, тосылуды ашып, жаңағы тромбдар ыдырап берген керемет өнім. Мінекей, сондықтан мінекей мынау біздің осы жөннің өзі қаншама ауыртпалық себептерін жойып жатыр, иә. Одан кейін мінекей қан тазартқандықтан біздің ішкі ағзамыздың қызметі жеңілдейді. Мына қан тәбетке де пайдасы бар мына. Қаншама қан таза болса жан таза болады дейміз ғой. Сондықтан қан тазарғанда сіздің бүкіл клеткаңыз жеңіл болады. Өйткені қан уланған кезде қан таза болмаса, сол қан барады, барлық клеткаға барады, қан барлығын жайлайды. Ал қанымыз таза ұстап тұрса сізде ешқандай ауру болмайды. Сондықтан қан тазартатын өте қою қан болса да оған да пайда. Қанды сұйытатын ролы бар, қанда ұйықтайтын тұратын ролы бар, қанда ұйықтыдыратын ролы тіпті керемет. Қан тазартатын ролы жаңағы қорек беріп қан тамырының қызметін жақсартатын. Сондықтан өте керемет. Енді біз мешітте клетка жұғады да, ал мынау болса енді клетканың себептері, жаңағы аурудың себептерін жойдық қой. Енді бізге не керек? Клетканы ақаусыздандыратын, клетканы қоректік беретін, клетканы қайдан өзінің сақтау қабілетін арттыратын өнім қажет, азық қажет, оған қоректік қажет клеткаға. Ал енді мынау болса клетканың азығы, яғни коллаген, пептид. Бұл 3 жасар сарыла сиырдың жамбас сүйегінен алынған. Тек осы өнімді зерттеп шыққан үшін осы бізде лингво доктор деп докторға, профессорға мемлекет тарапынан 5 миллион юан, яғни сіздің ақшаларыңыз 300 ма, 400 миллион теңге, 400 миллиард теңге. 400 миллион теңге. 5 миллионды 78-ді көрсеңіз шыға береді. Сондай ақша берді. 5 миллион теңге оңай ақша емес. Сондай мемлекет тарапынан сыйланған. Яғни бұл 25 түрлі патент құқығы алған. Яғни бұған өте жоғары техника қолданылып отыр. 25 түрлі патент құқығы алған деген 25 түрлі артықшылығы бар басқа компания өнімдерінің. Басқа компания қолданамайды деген сол. Ал енді бұның 70% пептид. Көрдіңіз бе? Пептид дегеніміз бүкіл клетканың ені, бүкіл аурудың ені, бүкіл клетканың негізгі азығы. Пептид енді пептид тапқырлап шыққан кезде бүкіл әлем қуанған. Пептид деген тіршіліктің тірегі. Егер біз пептидіміз ағылса, пептид жоқ болса, біз адам қаусап өлеміз. Біздің коллагенді біріктіретін пептид. Коллаген. Енді пептид алған кезде біз енді адам енді пептид ең соңында тіршіліктің тірегі дейтін сол адам өледі екен ең соңында. Сондықтан мына 70% пептид, сондықтан да бұл жаңағыдай жайдан жай марапатталып отырған жоқ мемлекет тарапынан. Енді бұның жаңағы соншама жоғары техника қолданғандықтан бұның сіңімділігі де өте тез. Ішкен заман сразу сезіне аласыз. Әлсіреп, дауысын шықпай, әлсіреп бүйтіп, даминен түсіп бүйтіп қалған жағдайда, бұдан 2 тары ішіп алсаң, мысалы енді, жаңағыдай дереу қуаттана кетесіз. Мысалы, давлениесі, анақта бір қыз өтті, бізде давлениесі төмен екен. Сол әлсіреп қалды, дірілдеп қалды да, скорый шақырды. Скорый келген жылдан 2 тары дереу көз жинап, жаңағы давлениесі 80-де 120-ға тоқты. Скорый келіп өлшеді ғой, өлшеген кезде қан өлшемі қалып қалды, дереу көтерілді. Сондықтан бұл одан кейін жаңағы 3 жасар сарыла сиырдың жамбас сүйегін алып беріп отыр, сүйектен алып отыр, сондықтан бұл коллаген де толықпайды, кальций толықпайды. Кальций толықтағандықтан бұл жаңағы біздің сүйектің тығыздығын арттырады. Одан кейін жаңағы үстінде пептид, жаңағы коллаген болғандықтан бұл бұлшық еттің де тығыздығын арттырады, жаңағы терінің де тығыздығын арттырады. Бұл керісінше біз ішкен жиыламыз, терімізде, ағзамызда күшейеді, қуатымыз артады, иммунитетіміз артады, иммунитетіміз күшейеді, ауруға қарсы. Сондықтан бұны балалар тұтынса да жақсы. Балалар ауырған кезде, мысалы, текті балалар болса бір талдан қайта беріп қойыңыз. Өзіміз ауырған кезде, қымбат деген кезде 2 сағатта бір жаңағыдай ішіп алсаңыз, дереу қуатыңыз артып, иммунитетті көтереді, қуатты арттырады.
одан кейін бұл балалар іші бойына керек. Балалар іші беруге болады, мына. Балдарға іші неше бойына жастан керек. бастап беруге болады? Ал Балдарға неше жастан бастап? Екіден бастап. балаларға да беруге болады. Бізде мысалы 1-2 жастағы балаларға да балаларға беріп жатыр. Мысалы тұмау тиген кезде береді. Одан кейін үлкен кісілер жаңағы тамақ қорыта алмайды, қуат әлсіз болады, ол кісілерге де беруге болады. Тәбетін арттырады тамаққа. Балалар ішеді тамағын асқазан қуатын арттырады. Сондықтан бұл өте керемет өнім. Бүкіл зақымдалған клетканы тез қалыпқа келтіреді. Сол арқылы ағзаның қызметін дұрыстайды. Ағзамыздың күшейтеді, қуатын арттырады. Енді мына өнім болса, зығы деген өнім, зығы яғни лен бұл енді дәні тартылып біздің бидай арпа сияқты, нан сияқты нәрсе бұл. Бірақ та бұның құндылығы одан неше есе жоғары. Бұл адам ағзасына 7 күн түрі қоректпен қамдап береді. Оның ішінде бүкіл витаминдер бар, барлық ағзаға қажетті витаминдер. Сондықтан бұны жаңағы іштен ішетін косметика дейді. Детокс, да? Іштен ішетін косметика деген атағы бар. Өйткені бұның ішінде витамин Е құрамында өте жоғары бұның ішінде. Одан кейін жаңағы қан тамырға пайдасы бар, қан тамырда ұйықтырататын жаңағы тромб ашатын рол бар. Сондықтан бұны терең теңіз балық майы деп атайды. Бірақ бұның ішінде балық майы жоқ. Балық майы деген сол қандағы ұйықтырату рол бар ғой. Сондықтан сондай атауы бар. Одан миға да пайдасы бар. Омега диашей деген құрамдар бар. Ауырай адамдар ішсе баланы мен жетілдіреді. Өзіміз бешетін болсақ мыншақтың алдын алады, мен сол мен алдын алады бұл өнім. Одан кейін енді бүкіл ағзаға жаңағы әртүрлі бауырымызға қажетті, бүйрекке қажетті, бүкіл көкпарға қажетті, теріге қажетті витаминдер осыдан алуға болады. Біздің 3 уақыт тамақтан ала алмайтын қоректі осыдан алуға болады. Сондықтан бұл да өте керемет өнім. Енді біз мына комплектті қалай ішеміз дегенде осы 5 өнім бірақ ішеміз, тамақ ішпейміз. Мына 3 уақыт тамақ орнын ішеміз. Күнделікті ішетін 3 уақыт тамақтан да құндылығы жоғары. Клетканың емі былайша айтқанда. Енді мына үшеуін мынаны біз таңертең бір тал сорамыз, тілдің астына қойып сорамыз. Қан тазалайтын. Тілдің астына таңертең бір тал, кеште бір тал сорамыз. Одан кейін мына екеуін мынаны 2 тал жеп аламыз таңертең. Сосын кейін барып таңғы асқа мынаны ішеміз. Одан кейін су ішеміз түске дейін. Жылман су ішеміз. Одан кейін қайдан түсте тағынан тамақ осыдан 2 ішіп аламыз. Мынаны 2 тал жеп аламыз артынан. Одан кеште осылай. Мынаны түсте кешкі тамаққа да. Мынаны 2 тал, мына екеуін бір қата, одан 2 талда мынаны жеп аламыз. Сосын кейін 10-ға дейін тағы су ішеміз. Сөйтіп бір күнде сіз 2 литр су ішесіз. Күнде 1 литр тек қана сонда? Мынау күнде 2 уақыт ішесіз. 2 мезгіл. Кешкі тамақтың артынан ішесіз, 2 талдан. Мынау 3 уақытта ішесіз, бір қалтада. Мынаны таңертең кеш, мынадан бір қалта, мынадан 2 қалтадан ішеміз. Өстіп бір апта ішеміз. Бір апта ішкен кезде сіздің енді жаңа өмір оралғандай боласыз. Енді қан тәбетіңізде, қалтау денеңізде, жаңағы дәрет қышқылы да қандағы әртүрлі жаңағы көрсеткіштер, иә. Сосын кейін ана ұйқыңыз болсын, жаңағы өте енді басқаша боласыз да. Енді жаңа анализден де көруге болады. Мысалы анализ бар дейді, соны көруге болады. Сіздің әртүрлі ахуалдар болса, жаңағы бауырдың май басу болса, басқа жағдай болса, апарып анализге көріңіз. Дене салмағыңызда өзгеріс болады. Дене салмақты да түсіреді бұл. Салмақ түсіргісі келмесе адам. Иә. Салмақ әр адамда мысалы сіз арық болсаңыз да салмақ ішкенде біраз салмақ 1-2 келі салмақ түседі. Арық адамда от жоқ деп айта алмаймыз. Арық адам денесінде шылақ түсін жоқ деп айта алмаймыз. Онда да болады. Иә. Бірақ арық адам ішкен кезде керісінше бұл салмақ жиясыз. Қосып артта жұмыс жасайды. Тек артату мақсатында ғана емес. Бұны арық адамда ішу керек. Өйткені арық адам айттым не үшін? Жаңағы көкбауыр дұрыс жасамайды, ішек қызмет дұрыс жасамайды, тамақ жұқпайды. Мына ішкеннен кейін ағзаңыздың күшейгеннен кейін тамақ ішкен кезде бәрі жоғалтып қалады. Керісінше салмақ қосасыз. Мысалы бізде кейбір кісілер мынаны бәрінбай келіп салмақ тастап жатса, кейбір кісілер мен 10 келі салмақ қостым деп жатады. Иә, тамақ жұқпайтын кісілер. Иә, өте. Сондықтан бұны қоспақта ішу керек. Жоқ, мен жүдегім келмейді, например, онда. Нет, жүдегісі келмейтін адамдарға нетпейді, жүдетпейді. Қалай, у кого-то чистка жасайды организм. Не ғой? Қуаттанып, күшейіп, мысалы енді сіздің мына теріңізді мына бір аптаның өзінде 5 келі 10 келі салмақ тастаған кісілер бар бізде, бір апта ішкен кезде. Ол енді бір адам ондай емес. Мысалы терінің 3 келі түсуі мүмкін, 4 келі түсуі мүмкін. Негізінен сіздің ағзаңызды реттеп береді. Ал енді артық салмақ не үшін? Осынша сізде артық май бар. Я артық жер күшті денеңізде. Кейбіреулер семіп тұрады. Күшті бістеңіз бас жоқ кетеді ғой, иә. Сондай жияды керісінше. Мынау сізде салмақ тастағанда бір қалатын ғой бір жақ. Сізді салбыратып тастамайды, 5 кг салмақ. Босатып тастамайды, мынау жияды. Қалыпқа келтіреді. Қалыпқа келтіреді, керісінше жияды. Егер жай артатудың болса, онда біз бір аптаның ішінде, тіпті бір айдың ішінде 5 келі 10 келі салмақ тастаған босап қалады, терісін бар. Бұл керісінше. Енді мынау жаңағыдай біз енді тамақ ішпей ақтаймыз дейтіндер болады. Бірақ ол кезде сіз аштыққа шыдамай қаламыз ғой. Және ол иммунитетімізді түсіреді. Қайта өзімізге ауру тауып аламыз. Мынау енді ғылыми жолмен, иә? Ғылыми жолмен жаңағыдай
денсаулық күтімдеу былайша айтқанда мінекей сіздің клеткаңыз емделіп отыр, аурулардың себептерін жойып отыр деген сияқты керісінше жасалады. Бұл жерде ғұмырыңызды ұзартуға болады. Сіздің ауру деп қана қоймай, қайта ғұмырыңызды ұзартуға болады. Енді бізде қаншама енді клеткамыз зақымдалып жатыр, иә. Сол біз нағыз ашыққан кезде барып жаңағы ағзамыздан клетканы қорғайтын, яғни клетканы қайта қалпына келтіретін гормондар бөлінеді. Солардың біздің зақымдалған клетканы қайтадан ағзамыздың өзінен де сондай мына клетканы жасартатын гормондар бөлініп шығады ашыққан кезде. Сондықтан біздің мына зақымдалған клетка қайтадан қалпына келгеннен кейін біз ғұмырымыз ұзарады дейді. Ғұмырымыз ұзарады, жасымызды ұзартуға болады. Сондықтан бұл жерде айына бір рет ішуге де болады, ары қарай жалғастырып екі рет ішуге де болады. Одан кейін айына бір реттен мысалы ішіп тұруға болады. Мысалы бір маусымда бір рет ішіп тұруға болады. Бір жылда ішіп тұрсаңыз өз жағдайыңызға қарайды, иә. Бұл ішемесін де болады. Мына бір курста бір жұмада барда сіздің барлығынан 5-6 ай 10 ай ішкен өнімнің нәтижесі тез. Өнімдеріңіз әдетте біз енді көп өнім ішеміз ғой, 5 ай ішеміз, 10 ай ішеміз, бірақ та көп адам шыдамайды да оған, енді нәтиже көрмесек. Өте тас болса, қозғамай ма, өте тас? Өте тас болса қозғайды. Қайсысы қаншалықты үлкен ба? Тас қайда сізде? Үлкен тас. Үлкен ба кішкентай ма? үлкен болып 3,5 болып еді, түсірді. Басым барады да тіреледі да операционный столға барасыз. Ол өте тас болса операция қылу керек. Ол енді қозғайды.